Құрметті ағайындар, Астана қаласында крановалардың болып жатқан жиналысы. Мінекей, мынаншама крановойлар жүр. Астана қаласы бойынша осы жерде. Информирууда қазақшасы кетті. Қайдасың көпсілеу? Наның бәрі келіп тұрған крановалар, ішінде бір 10 шақты адам органынан келіп тұр. Акиматтан, ЦС-тен дегендей. Мына додаға кіріп көрейік. Ағатай бұл жерде интервью алынып жатыр. Жалпы жиналыс әлі басталған жоқ. Жалпы крановалар жиналысы басталған жоқ әлі. Өзіміздің примерно есеп бойынша мен 8-ге жақын адам бар ғой. Содан көп болмаса. Кучка жиналып қалды. Мана шетте тұрғандар, бұлар органдағы кісі келген кісілер. Сәуле апай. Ана болған болса өзіміз жиналысымыз бастаймыз. Қазір жиналсын, анаралар келе жатыр екен, тағы да сапар келе жатыр дейді. В общем, біраз адам келе жатыр тағы да. Сағат неше болды? 8 болды ма? Сағат 8 болды. Біраз адам келе жатыр әлі. Әне естігендеріңіздей тағы да біраз адам келе жатыр дейді. Міне ар жақтан тағы да кіріп келіп жатыр крановойлар. Ауа, жел. Құрметті әріптестер. Осыншама адам бар. Ассалаумағалейкум. Сіздерді алмай ақ қойсалайын. Бір сұрақ қойсам бола ма? Қандай оймен сіздерді шақырған қызық жатыр? Сіздер түсіріп жатқан жоқпын? Общественный порядок. Міне жігіттер қуана беріңдер, тек қана общественный порядок бойынша шақырып жатыр екен. Ол да дұрыс. Біздікі митинг емес, көтеріліс емес, жиналыс. Ал бәке. Ау. Қайда? Жаңалығымыз, неміз бастаймыз, жиналысымыз арғыта жиналып тұра беріңдер. Сағат 8 енді болып жатыр. Мына жерде интервью алынып жатыр. Телеканал. Есім Наби Жанатұлы. Атамекен телеканалынан. Қандай фирма? Афинка. Фирмасында жұмыс істеймін. Неше жыл болды істеп жатқаныңыз ба? 15 жыл болды. 15 жыл. 15 жыл басшылық жасадым. Мұнаралық крановойлар. Не, келісімшартпен жұмыс істеп жатсыз ба, әлде келісімшарт? Мен осы соңғы фирмаға кіргенде келісімшарт жоқ. Ешқандай ондай келісімшарт, договор ешқандай. Тарап кетпейміз, жиналысымыз бастаған жоқ. Интервью беретіндер беріп болсын, содан кейін өзіміз жиналысымыз бастаймыз. Мына жерде тағы да беріп жатыр. Бұл қай телеарна екенін білмедік. Сұрайық. 31-ші арна. Алуға енді қайтеміз енді Каждыйымыздың бар, барлығының ойлары бар. Мәселе ода емес, оның бәрі мәселе ода емес. Бізде жыл сайын мысалға продукт питания баға өседі, а бізде айлық өспейді. Қалай біз? Былтырғы жылғымен, биылғы жылғымен салыстырсаңыздар,
60-70% әр продуктыға баға өскен. Ал айлық 60-70% өскен жоқ. 1% те өскен жоқ. 1% те өскен жоқ. Неше жылдан бері өспеген айлықтар? 6 жыл болды. 6 жыл біз кеше министерство трудада болдық. Ол жерде бәрі көрсетті, документация көрсетті. Ең соңында айлық өсім мәселесі қаралған, ол 2015 жыл қаралған. Одан бері қарай қарасақ, бізде 6 жыл уақыт өтті. Одан кейін қаралмаған бізде. Біз сонда 2015 жылғы ставкамен жұмыс жасап жатырмыз әлі осы күнге дейін. Қарапайым жол ақысын көрсеңіз 90 теңгеден қанша? Мен труда не деп? Мен труда айлық мәселесі туралы шеше алмайды. Оны айтты, айлық мәселесі туралы шеше алмайды. Олар шеше алады, біздің жаңағы крандарымыз, мұнаралы крандарымыз техника безопасностьқа не соответствует, соны шеше алады. Сосын зарплат мәселесі туралы оны шеше алмайды. Шеше алмаймыз. Шеше алмаймыз деп ашық түрде айтты. Зарплатамызды шеше алмаған кезде бізде мысалы жүріп қой 50-60 жасқа дейін кім жұмыс істей алады? Оны тек кабинетте кондиционердің астында отырған адамға да 70 жасқа дейін жұмыс істей алады. Мыналардың қайсысы ертең 60-70 жасында краны көрмелеп жұмыс істей алады? Біз шындап келгенде қазір 10 жыл, мен өзімді алатын болсам, 10 жыл алатын болсам, мен 10 жыл істеп жатырмын, уже 11-ші жыл істеуге менде мынандай условиямен уже менде желанием Шырылдап жатыр. Орысша айтқанда. Ал енді мына неде сіздер өздеріңіздің араларыңызда бір әріптестеріңіз жаңа айтып отырсыз ғой, оқиға сондай жағдай болды. Ол өте көп болды. Оның бәрі орысша айтқанда засекречный қалады. Көп жерде засекречный. Жабылып қала салады ол. Өйткені неге көп адамдарға ақша керек. Жасек, Сол үшін қала түсірші. Мен правда айтты деймін. Ешқандай көмектеспейді дейсіз ғой, иә, сондай. Может быть, өздеріне көмектеседі, өздерінің ішінде ол жағынан мен айта алмаймын. Бірақ көп нәрсе засекречный. Аты жөніңіз кім сіздің? Нұрлан Шуғабаев фамилия. Аха, жана мына кісі, сіздің аты жөніңіз кім? Жаслан Баймекеев. Міне Қайрат, Ол туралы мысалға мен естіген жоқпын. Бері қарай жылжып сөйлеңіз, артқа қарай Сол үшін мен айта аламын. кішкене аш жерінде жігіттер, кішкене кеңдеу болсын. Бол. Сіз мына жаққа тұрыңызшы. аты жөніңіз қандай шығар? Есімім Айдар Қайрат. Мен башный кранда крановой жұмыс істеймін. 10 жылдан асты башный кранда жұмыс істеп жүргеніме. Қазір осы жерде болып отырған жиналыстың басты мәселесін толық жөнімен айта кетейін. Бұл жерде отырған қаншама халықтың қалауы, талап етіп жатқан нәрсесі өтініп, өкіметтен, Тыныш деп айтыңдаршы жан жақта оларға, біле. Ол біздің жалақымызды көтеру, ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, мына крановойлардың пенсияға шығу жасы. Пенсияға шығу жасын сұрап жатыр. Сол жағын қарастыруын сұрап жатыр. Фирмалармен жұмыс істескеніңізде договор беруін қалап жатыр. Одан кейінгі мәселе 8 сағаттық жұмысты сұрап жатыр. 8 сағаттық жұмысты сұрап жатыр. Егер 8 сағаттан кейін жұмыс істейтін болса, артық сағатына 1/5 айлық көрсеткіші соны төлеуді сұрап жатыр. Бір жарым. Бұл жерде тұрып жатқан қаншама адам, бұл жерде жоқ дегенде қазір 150 шақты адам келіп тұр. 150 шақты адамның каждый башный крановой, автокрановой барлығы осы жерге жиналып жатыр. Келмегендер де Бұл бар. бірінші обращениеміз емес, бірінші өтінішіміз емес. Бұл біздің үшінші өтінішіміз. Міне мен келіп отырмын осы жерге. Біздің фирма айлықты көтерді. Біздің көңілімізден шығатынды қылып айлықты көтерді. Форма десе форма, астымыз стропыш десе стропышшық. 8 сағаттық уақыт артық сағатына 2000 теңгеден төлейміз деп. Мен соны мақтаныш қылып айту үшін келіп отырмын. Ол бір. Мына жерде қаншама қыздар отыр, қаншама жігіттер отыр. Ешқайсының айлығы көңілінен шықпайды. Таңертеңгі сағат 8-ден кешкі сағат 9-10. Міне сағат теңгі 8:30 болып жатыр. Әлі кранның басында отырған, міне қазір жел болып тұр. Кранның басында отырған, әлі қаншама кран ойлап отыр. Әлі олар ешқайсысы келген жоқ. Егер олардың бәрі жиналатын болса, жоқ дегенде 250-300 адам жиналады мына жерде. Қазір жоқ дегенде 150-200 адам тұр осы жерде. Басты мәселеміз, жаңа айтып кеткендей, айлықты көтеру, 8 сағаттық режим. Сіз жалақыңызды ең төмен қанша болды жалақыңыз оған? Бұған қаншаға Бұға дейіргі біздің жалақымыз жалпы Астана бойынша ең төменгі, ең жоғарғы стандартқа алып өткенде 230-250. Сіздікі қанша болды? Менікі 300 болды. Қаншаға көтерді? Ол кезде 8 сағаттық жұмыс уақыты емес еді. Қазір менің жалақымды 300-ден 35-40%-ға көтерді. 8 сағаттыққа ауыстырды.
воскресенье күні демалысын беріп жатыр. Соның ішіндеміз ғой, кіре келді. Форма. Астымызға каждый крановойдың астында стропорщик. Бауыржан Момышұлы, главный ол стропорщик. Оны да өз орнына қойып, оны да ол талапты да орындап отыр. Сол жерден кірсіп табасың, барлығы фирма жұмысын істеп жатыр. Біз қандай талап қойған болсақ та, Құдайға шүкір ол талабымызды орындап жатыр. Дәл сол сияқты басқа да фирмаларда сондай талаптарды орындаса екен. Мен қазір соны мақтаныш қылып айтып келіп отырмын осы жерге. Қаншама крановойлардың мұңы, шыры. Мен мысалы кеме қосқанда болатын еді, бірақ осыншама крановой тұр. Осыншама крановой адамдар айлықтан көтерген қалап отыр. Қаншасы жұмыссыз? Айта кететін мәселе. Осы жиналысқа келді деп жұмысынан шығарып жерген 15-20, даже 50-ге жақындап қалды. Осы жиналысқа келді деп. Бұл біздің бірінші жиналысымыз, үшінші жиналыс. Осыға жерге келген жиналыстарға сендер сол жиналысқа барып қойдыңдар деп жұмыстан шығарып жүрген қаншама адамдар бар. 50 шақты адам бар. Қалды олардың бәрі. Жұмыссызбын деп қол көтерсін десе, мына жерде қазір жартысынан көбі қол көтереді қазір. Қойған. Мен асығыс емес. Қауіпсіздік жағыма? Аты жөнім Айдар Қайрат. Сіз сонда бұған дейін осындай жиынға шықпай тұрып, компанияның басшылығына талап қойған жоқсыз ба, сұраған жоқсыз ба? Компанияның басшысына ма? Компанияның басшысынан біз өтініш жасады. Компанияның басшысы айтты. Компанияның басшысы Астанада болған жоқ, басқа қалада болды да, сол кісі келе алмады. Сол келе алмағаннан кейін. Бұған дейінді? Иә, бұған дейінгі. Осы 3-4 күн алдым, біздің жалақымызды көтерді. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Сіз осындай жиналып, топ болып, жиналысқа шықпай тұрып осындай өтініш жасап көргенбіз. Бұған дейін өтініш жасап көрдіңіз. Ол кезде орындамаған. Қарастырамыз. 5 өтінішіміз қағазға жазылып, әрқайсымызға таратылып берген ол 20 күні. Сіздің жалпы сұрағыңызды түсіндім. Мен мына жалпы балдар, рұқсат берсеңдер айтайын. Осы жерде тұрған крановойлар каждый өзінің фирмасына сондай өтініш жасаған. Каждый. Айлықты көтер деп. Айлықты көтермейтін болғаннан кейін біз калымның бағасын көтердік. Калымның бағасы 15 мыңға көтергенбіз. Былтыр алдыңғы жылы. Айлықты көтермедік, айлық көтерілмеді. Сол бойы тұрды. Біз 2 жылда айлық көтер деп жүрдік. Фирманың басшыларына айтып жүрдік. Фирманың басшылары айлықты көтермеді. Одан кейін осы айдың 12 күні біз жиналыс жасадық. Крановойлардың жиналысы, как положено, осындай таза дәл осы жерде жиналысымыз жасадық. Бір обращениеміз жасадық. Видео обращение дейді, соны жасадық. Сол жасағаннан кейін 10-15 адам өз жұмысынан айырылып қалды. Сол жиналысқа барып қойдым деп. Одан кейін екінші обращение жасадық 20 күні. Екінші обращение жасадық 20 күні. Ол кезде де тоже 10-15 крановой өз жұмысынан айырылып қалды. Неге сен сол жиналысқа барып қойдың деп. Біздің жиналысымыз жұмыстан тыс уақытта болған жиналыс. Каждый осы жерде отырған крановой барлығы айтады. Осы күндері барлық нәрсе видеоға YouTube-та, Instagram барлығында шығып жүр. Ал енді мынау біздің үшінші жиналысымыз. Егер бүгінгі жиналыстан кейін фирмалар өз фирмасының крановойларының автогран, башнегранның солардың айлығын көтермейтін болса, осы жерде тұрған жігіттердің барлығының қазір айтып атқан талабы, айтып атқан сөзі, группада да басқа жерде айтып атқан сөзі, ертең бірі күні Астана бойынша бүкіл автогран, башнеграндар өз жұмыстарын тоқтатады. Но егер қандай да бір фирма өз айлығын көтеретін болса, ол фирманың крановойлары жұмыстарын тоқтатпайды. Өйткені олардың талабын орындап тұр фирма. Талабын орындағаннан кейін ол фирманың крановойлары жұмыстарын тоқтатпайды. Как положено жұмыстарын жалғастыра береді. Взаимопонимание. Егер айлықты көтерді ма, не үшін онда кранды тоқтатады? Тоқтатпайды. Тоқтатпайтын болғаннан кейін как положено өз жұмысын істей береді. Егер қандай да бір крановой айлығын көтердік деп өз басшылары айтып, егер кранды тоқтатып қоятын болса, онда кранды тоқтатып қойған крановойдың кінәсі барлықтарыңыз естіп жатсыздар ма? Айлықтарыңызды көтерген екен, крандарды тоқтататын болсаңыздар, онда кінә өздеріңізден. Осы нәрсемізді аяқтайық. Егер интервью беремін дейтін болса, шетке шығарып интервью ала беріңіздер. Өзіміздің жиналысымызды бастайық. Бола ма? Айдар Қайрат. Айдар Қайрат, сіз крановщиксіз ба? Мен крановоймын. Мен қазір мақтанып келіп отырмын, өзім фирмам айлығымды көтерді деп. Қандай фирма сіздікі? КСП. Қаншаға көтерді? Бұрынғы болған неден айлықтан 35%-ға көтерді. Бүкіл талаптарды орындады. Келісімшартқа отырдыңыз? Келісімшарт кеше суббота күні айтылды. Келісімшарт Құдай қаласа ертең понедельник, вторник күні аламыз. Ол да жарияланады. Ол да мен өзімнің YouTube каналыма шығарып беремін оны. Яғни сіз өзіңіздің өзімнің фирмамның көтерген айлығына мен қуаныштымын. Содан кейін сол нәрсені осы жерге келіп бөлісіп айтып отырмын. Яғни сіз алдында наразылық білдіргеннен кейін көтеріп отыр
ғой, иә? Иә. Наразыға шыққаннан кейін. Конечно. Фирма жоқ, наразы шыққанда біз именно менің істеп жатқан фирмама ондай ұсыныс әлі болған жоқ еді. Біз соңғы рет айлықты көтердік, сентябрь уақытында айттық, ол кезде бопты қарастырамыз деді. Одан кейін міне кеше наразы алған кезде кім біледі енді, может бүкіл Астананың крановойларының жиналысын көргеннен кейін қойын жаңа бізге басқару керек емес деп керегінше көтеріп қойды. Толғачыңыз тағы айта кетіңіз. Айдар Қайрат. Аха, жақсы, рахмет. Құрмет Өшіңіз ба? Мына жақта сөйлейтін адам бар. бірдеңе айтшы, қарындас. Менің есім автомобильный крановщик жігіттер. Мен танымайтындарым бар шығар. Я мен Исатай, Смағұл Исатай крановщик мен. Осы өмірім 12 жыл сол кран қайнағанмын. Международный компания жұмыс істеймін, қазір қойдым бәрін. Болды енді, мына жаққа айт енді. Мен бәрінде коллегасына ғой, мен кеше группадан кеше көрдім. Иә, мен шетелден мына жаққа айта беріңіз. қандай да жігіттер, біздер 800 мың сұрап бәрін сөйтіп жатсыңдар ғой. Мен түсінемін, бәріне ақша керек. Я мен сендер бір басып айтып алған жігіт. Бірақ нәрсе бар. Қазақстанда постоянкада жұмыс жасайтын жігіттер, міне осы қаладағы стройкадегі основной. Айтайын, постоянкада жасайтын жігіттер. Қазақстан заңы бойынша бір адам 40 сағат жұмыс жасау керек. Бір айда. Иә. Положено, бір аптада 40 сағат. Білесіздер. Енді қара, бізде жүрген мына жерде талпай адамның, мен сізге айтайын, тең жартысы официально жасамайды. Тең жартысы официально жасамайды. Солай ғой араларында. Соның барлығы айтылды ғой, тоқетерін айтшы, брат. Тоғытерін айтты, брат. Оның бәрін білеміз. Соңын айтшы одан да. Оклад сұрамауымыз керек. Біз завода часа ғой, сағатына сұраңдар. Жоқ, сағат болмайды. Жоқ, сағат болмайды. Ол айтатын әңгіме емес ол. Ол айтатын әңгіме емес. Ол айтатын әңгіме емес. Братан, қоя сал, шынымен сағатыңды қоя сал. Оклад сол, оклад дұрыс, братан, болмайды ол. бір нәрсе бар айтатын, мен айтатын. Чистовой керек емес вообще. Не, да, не айтайын деп тұрсыз. Міне, менің көтеретін мәселем, біз өзімізден артық ештеңе сұрап жатқан жоқпыз. Біз өзімізге керекті ақшамызды сұрап жатырмыз. Біріншіден. Екіншіден, біз Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан кейін бізге, бетімізге қарап, жұмыстан кетсеңдер кете беріңдер, Өзбекстаннан әкеп өзбек отырғызам деген сөз бізге керек емес. Сонда қалай біз солайды айтылып жатқан фирмалар, компаниялар бар. Оның атын жария қылуын қажет жоқ. Жария қылмаймын, жария қылмаймын. Общем, стажер іздеп жатыр уже. Жария қылмаймын, ол атын ол компания осы интервьюда. Ол компания өзі не ала берсін. Қарасын көрсін, иә. Бізде просто көкірегімізде ол да реніш бар. Біз Қазақстан азаматын, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде 10 жылдан аса жұмыс істеп жатқан азаматтар, сонда Өзбекстаннан келген адамдар, жұмыс жасап жатқан адамдар жұмыссыз қалуымыз керек. Ол мүмкін емес нәрсе. Сонда біз аштан қала беруіміз керек, Өзбекстан азаматы жұмыс істеу керек. Онда сол Өзбекстан азамат әкеліп милицияға, акиматқа кіргізсін. Зато Қазақстанның бюджеті азаяды. Онда солай жасайтын болса, үкімет пен жаңа жеке компаниялар. Менің үндеуім бас кеспек болса да, тілімді ешкім кесе алмайды. Нұрлан Шұлғабаев, Батырәліұлы. Крановщиксіз, иә? Крановщик. Неше жыл болды сізге? Қазір есептесем 12 жылдай болды. Болды, мен де видео